Дана халқымыз қалжалы бала батыр, қалжасыз бала қалжыр. Қалжалы әйелден олжалы ұл өседі дейді. Қалжа дегеніміз не? Қалжа босанған келінге арнап байланған қой. Дүниеге сәби әкелу оңай емес. Әйелдің бар күш-қуаты азайып, әлсіреп қалады. Сондықтан қазақ халқы жас ананы ерекше күтімге алған. Жас босанған әйелдің тісі әлсіз болады, түсіп қалуы мүмкін деп суық ас жегізбеген. 40 күн бойы қалжаның етін жегізіп, сорпасын ішкізген. Жақсы қалжаланған келіннің сүйектері қақсамай, тістері түспей, күш-қуатын жинап, 6 күннің ішінде үй тіршілігіне араласып кеткен. Қалжа келіншектің күйеуінің мойнындағы міндеті саналғанымен, оны келіннің төркіні де әкеледі. Қалжаның күнделікті жейтін еттен басты айырмашылығы ол жас босанған ана мен баланың сыбағасы. Қалжа жеген ананың сүті де нәрлі, құнарлы әрі жеткілікті болады. Сәбидің де ананың да ұйқысы жақсарады. Бірінші күні келін қалжаға сойылған қойдың 6 буыннан тұратын мойын омыртқасын тісін тигізбей қолымен мүжейді. Еттен тазарған жұлынды тік таяқшаға кигізіп, баланың мойыны тез қатайсын деп ырым мен керегенің басына ілген. Қалжадан кездейсоқ кезігетін түрлі ауру сырқауға қарсылық қуаты артады. Сүті нәрленіп, құнарланып, балаға жұғымды әсерін береді. Сәби күн санап ет алып, ширай түседі. Әйелдің денесіндегі ұйыған, қатқан қан, артық тұз секілділер термен шығып, бойы тазарады. Көңілі сергейді, өңі ашылып, ажарланады. Құрметті оқырмандар, қалжа туралы сіз тағы не білесіз? Сол туралы комментарийге жаза кетіңіз. Видеомды соңына дейін көрген болсаңыз, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.